Лицензияның егері анықталады. Содан кейін бірден дүйсенбі күннен бастап Азия чемпионатының жалауы желбірейді. Дәл осы Алматыда, дәл осы балуаншылық атындағы спорт кешенде. Ал сонымен Нұрстан Тұрсынов, Сушил Кумар арасындағы жекпе-жекті сіздер тамашалап отырсыздар. Қазір барша қазақстандық жанкүйерлердің, барша қазақстандық бапкерлердің назары Нұрсұлтанда. Нұрсұлтанға сәттілік тілейміз. Алғашқы жекпе-жекті өте жақсы өткізді. Алғашында біраз қобалжу болды ма бойында, біраз ұпай беріп қойды қарсыласына, бірақ дегенменде өзінің жанкештілігі, өзінің табандылығының арқасында жеңісті қарсыласының уысынан жұлып алған сәтті біз көрдік. Енді сол ерлігін осы үндістандық балуанмен болатын белдесуде қайталаса, Сушил Кумар қарсыласы. Нұр үстіне нұр болар еді. Қандай ұлттық құраманың бас бапкері, әлем чемпионы Бақтияр Байсейітов өзінің қандай кеңес берген екен? Ғалым, қалай ойлайсыз Нұрсұлтанға? Осы белдесудің алдында. Енді жеңу керек деді ғой, жеңді. Арым жанның садағасы дегендей, өліспей беріспей керек дегендей. Мына жаттықтырушылар енді өздерінің бір ерекше тілдері кәсіби болады ғой. Сонда көбінесе жаңағы сіздің сөзіңізді жалғастыра отырып төбелесу керек деп айтады. Сол сияқты енді мына жалпақ қазақ тілімен айтқанда Нұрсұлтан төбелесу керек, жолдама керек. Жанын салу керек қой, жанын салу керек, жолдама керек. Әйтпесе осы өз елімізде Алаш топырағында қазақ жерінде ұйымдастырылған жарыста бірде-бір жолдамаға қол жеткізе алмасақ, әрине бұл елдігімізге сын болады. Мына Бақтияр Байсейітов, әлем чемпионы, 1998 жылғы 95 әлем чемпионатының күміс жүлдегері, еліміздің даңқты балуаны, ақыл кеңесін беріп, шәкіртіне бір ұпай міне Шуз Құмардың қанжығасына. Бақтиярға да оңай емес. Бақтиярға да бас бапкер ретінде жаңа көріп отырмыз, оңай емес, уайым. Не, екі ұпай беріп қойды. Әттеген үш ұпай мен алға шығып отыр қазір Сушил Кумар. Көреміз енді. Бірақ уақыт бар. Осының алдында да дәл осындай жағдай болған. Яғни Нұрсұлтанның қолынан келеді таразы басын теңселту. Нұрсұлтан, жалпы Нұрсұлтанның күресіне мамандар менімен келісіп отырар. Мына неге түк тұрысқа қарағанда төрт тағамда шеберлігі жоғары. Сондықтан осы белдесуде Нұрсұлтанға да бір мүмкіншілік болар. Жаңағыдай төрт тағамға. Бірақ та енді төрт тағамда күтіп беру, оған әрекет істеу керек, қозғалу керек. Сондықтан тоқтама дейміз Нұрсұлтан. Қарсыласы да жаман емес екен. Белдесудің басында жақсы өнер көрсетіп отыр үндістандық. Бірінші кезеңнің аяқталуына мына 15 секунд қалып отыр. Енді бұл белдесудің тағдырын екінші кезеңде шешеді деп ойлаймыз Нұрсұлтан. Міне 5, 6, 4, 3, 30 секундық үзіліс. Бірінші кезеңнің 30 секундық үзілісі бар. Міне Бақтияр Байсейітов, ұлттық құраманың бас бапкері, ұлттық құраманың аға жаттықтырушы Серік Жұмашев. Міне сәт, екі ұпай. Күтпеді Нұрсұлтан. Міне ағынан күткен, көрдіңіз бе? Төрт тағаннан жұлып алды ғой. Енді ақыл кеңестерін беріп отыр Бақтияр Байсейітов, Серік Жұмашев. Бір кездері осы бірнеше жылдан бері осындай 30 секундтық үзілісте палуандарға су берілмейтін еді. Бокста бұндай ереже бар ғой. Қазір палуандар су ішуге болады. Бір осы 3-4 жылдықтан бері енгізілген ереже. Жалпы қарап отырсақ, соңғы бір 10 жыл шеңберінде қойдым осы күрес түрлерінде. Грек-рим болсын, еркін күресі өзгерістер, жиі өзгерістер болып тұрды ғой. Көп өзгерістер. Мына кілемнің бояуы, палуандардың киімшектері көптеген өзгерістер болып, жалпы
бүгінгі таңда мына күрестің насихаттауына үлкен жұмыс істеліп жатыр халықаралық күрес федерациясы. Мына көрсетілімдер бәрі. Салмақ дәрежесінде жиі өзгеру үшін керек енді жанкүйерлер үшін біраз қолайсыздықтар туғызуда енді. Енді біз жоғарыда эфирімізде басында атап өттік, мына гендерлік саясат, соның бәрі енді күрес түрлері олимпиада бағдарламасында қалу үшін осындай енді жұмыстар жүргізілу керек, оның бәрі үлкен жұмыс деп ойлаймын. Бір кездері осы грек-рим күрес олимпиада бағдарламасынан алып тастайды деген бір нелер болды, сауалдар. Бірақ та енді бізде күресте тоқтамау керек. Міне бірінші белдесуде дәл осындай жағдай болды. Міне бір ұпай беріледі. Енді мүмкіншілік өзіміз халықаралық олимпиада комитеті біресе күресті алып тастаймыз деді, біресе боксты алып тастаймыз деді. Енді ол жаңағы біз енді мына күрес, бокс олимпиаданың бірінші олимпиада ойындарының ең тұңғыш бағдарламасына енгізілген, бізде шалқайып отырмауымыз керек. Бізде осындай үлкен, осындай ММА, UFC сияқты көптеген насихаттау жағынан жұмыстары қарқынды, оны мойындауымыз керек. Күрес саласында осындай жұмыстарды атқару керек. Міне тамаша енді көтерді. Болды, асықпа. Ай, тамаша, мына Нұрсұлтан. 4 ұпайға бағалануға тиіс, иә. Тұрпет тізбек ұстаса тіптен тамаша. Бұл енді қалай? Бұл қазір енді сырт бір ұпай болды, мына әдісі 2 ұпайға. Енді мына мост дейміз ғой, мына жағдайда сыртқа шығып кетті. Ескерту берді, үндісқа қайттан партер. 7-3. Ана кремден қашқандай болды ғой, қашты ғой ана жерден, көрдіңіз бе? Содан кейін осы ескерту берді, 2 ұпай берді. Енді осы мүмкіндікті тағы да бір жақсылап тұрып пайдаланса, енді көреміз. Ал алға Нұрсұлтан жылып алу керек, жылып алу. Демалу алысы келіп тұрма. Жоқ. Ай, тамаша көтерді. Ай, кет. Бір бал береді ғой. Жоқ, көреміз. Челлендж дейді. Челлендж. Немен келіспей отыр екен Бақтияр Байсейітов. Мына жерде бір шамалы түсініксіз жағдай. Көрермендерге міне кілемдегі төреші осы сәтпен келіспей отыр деймін Бақтияр Байсейітов. Ұпай беру керек. Жоқ, енді аяғын көріп отырсыз ғой. Сонымен келіспей мына нені қайта бейнелеуден қайта көрсетуге шақырып отыр. Мына енді оны кілемдегі төреші байқамады деп ойлаймын. Қазір көрейік. Аяқпен болды ғой. Енді сон қазір енді мына не істемесе қарамайды. Енді қазір көреміз міне. Міне қабылдады. Бұл жерде жаттықтырушы челлендж лақтырғанда палуанның да пікірін сұрайды. Егер палуан қарсы болмаса қарайды. Егер палуан қарсы болса қайттан қайтарылады. Қазір енді мынаны үлкен ана бейне таспадан көрсетіледі. Палуандардың алғашқы есеп сақталса 7-7 Сушыл Кумар, бірақ соңға жасаған алда келеді деген сөз. Ескертуі бар. Бірақ ескерту бар. Енді қазір көреміз. Тұрсынов алды екен, ескертумен есепке алынады міне. Үлкен бейне таспада көрініп отыр. Алынып тастады, 2 ұпай. 1 ұпай қайта берілді. Енді бапкерлердің өздері төрешілердің өздері түпкілік шешім қабылдай алмай жатыр ғой деймін. Біресе алып тастады, біресе қосып жатыр. Бұл жерде енді қосылып шешім қарайды ғой. Кілемдегі төреші бар. Мына жерде төрешілердің алқасы бар, қарап отқан. Халықаралық күрес федерациясының төрешілер департаментінің. Сондықтан қазір өздерінің соңғы шешімін айтады бұл сәтте. Күтейік төрешілердің кесімді сөзін. Қазір мына жерде кілемдегі төреші, міне кілемнің жетекшісі. Бұл қарау керек, мына жерде мына бейне таспадан көрінбейді бізге. Қайтарып жатыр. Ғалым, міне қайталанды. Біздің екі ескерту берілген Сушыл Кумарға. Міне 9-6 жаңағы
әдісті біз қарадық қой, аяқпен ілік балған. аяқпен ілген. Енді еркін күрес емес, сондықтан қайттан ескерту, екінші ескерту, жаңа қайттан 4 Үш тағам. ескерту ба сонда? Үш ескерту Жоқ, берілсе- екеу қазір. Жоқ. Үшеу берілсе шығып қала ма деген ғой? Иә. Дәп дзюдодағыда екен. Үш дзюдо беріліп жарыстан қуылады. Сол секілді Сушыл Құмарды 2 ескерту бар. Екінші мәрте ережені бұзды. Енді төрешілердің бұл шешім орын деп есептейміз. 9-3. Енді өзіміз байқағандай аяқпен ілген болды. Мына жерден енді көріңкіремейді. Мына жерде бірнеше бейнетаспалар бар ғой жоғарыда. Сол жерден анық көрінеді ана жерде. Міне енді Жоғарыда айтып өттік, мына 4 тағамда Нұрсұлтанның шеберлігі жоғары. Сондықтан мен бұл жерде енді 1 минут уақыты бар. әлі 1 минуттан аса уақыт бар. Осы жерде шіркін-ай, айқын жеңіске қол жетсе деген бір үмітіміз болған еді, бірақ болмады. Енді Сушыл Құмар. Сушыл Құмар алға ұмытылады. енді Нұрсұлтанға сауатты қорғану керек. Енді тәжірибесі бар. Жақсы бабында бұлай қарағанда. Сауатты, сапалы қорғаныс керек бұл жерде. Сапада керек. Басын көтеріп, жаңағыдай күресте мына төреші көрдіңіз ба? Қолмен Нұрсұлтанға міне ескерту беріп отыр. Нұрсұлтан мына басын тіреп төске. Белдесуге іс-әрекетін қашып отыр, көрдіңіз ба? Бұлай төреші солай түсініп отыр. Бірақ та енді ана өзінің пікірін көрсетіп отыр да, бірақ та жаңағыдай мына кілемдегі төреші бар. Міне көрдіңіз ба? Кілем жетекшісі бәрі бір шешім қабылдау керек. Бәрі енді ананы қолдап отыр. Ескерту берілді Нұрсұлтанға. 17 секунд қалды. Енді Сушыл Құмарыңда Нұрсұлтан басынды көтеру керек. Түсінеміз. Міне шамалы қалды. Шыдау керек. Бол, жарайсың Нұрсұлтан. Ал сонымен финалға шықты. Нұрсұлтан Тұрсынов сөйтіп алғашқы жолдама. Әйтеуір әупірімдеп бір жолдамаға қол жеткізді. Грек-рим күрес шеберлері. Нұрсұлтан Тұрсынов финалға шығып отыр. Міне қуанышымыз әйтеуір. Жарайсың Нұрсұлтан.